Баршаңызға сәлем. Маған сұрақ келіп түскен болатын. Сіз витаминді қай жақтан аласыз және қандай витаминдер ішіп жүрсіз деген сұрақ келген болатын. Сол сұраққа жауап бергім келеді. Сіз витаминді қай жақтан алсаңыз да, аптекалық түрі болсын, немесе компаниялардан алған түріңіз болса да, сенімді жерден алған жөн. Мысалы, мен iHerb сайтының витаминдерін қолданамын. Яғни iHerb сайтында қарап отырсақ, зерттеулер жүргізіледі. Жануарларға емес, адамдарға зерттеулер жүргізіледі, сынамалар жүргізіледі. Содан кейін ғана ұсынылады. Біріншіден, екіншіден, iHerb сайтының көп витаминдері құрамы таза, енді ешқандай қоспалар жоқ, яғни ГМО жоқ, глютен жоқ, красителер жоқ, сонымен ерекшеленеді. Ең бірінші витамин, ішіп жүрген витамин D3. Бұл жерде 5000-дық түрі, единицалық. Бұны мен 2 күнде бір рет ішемін. Өйткені бұның күндік дозасы, яғни профилактикалық дозасы 2000 единицаны құрайды. Мен сол үшін де 2 күнде бір рет бір таблетка капсуланы қабылдаймын. Ал егер де сізде 10.000-дық түрі болатын болса, онда соны 5 күнде бір рет қабылдасаңыз болады. Ал негізгі профилактикалық дозасы 2000 единицаны құрайды. Одан кейінгі түрі омега-3 қабылдаймын. 200 капсулалық, ұзақ уақытқа жетеді. Күніне бір капсуладан қабылдаймын, тамақпен бірге. Одан кейін йод қабылдаймыз. Аш қарынға 3 каплядан суға араластырып, немесе өзін қабылдасаңыздар да болады. Одан кейін витамин D3, жевательный, яғни мармелад түрі. Жеуге өте ыңғайлы. Одан кейін капля түрлері, ешқандай иіссіз, ешқандай дәмсіз, балаға бергенге өте ыңғайлы түрлері. Міне осы витаминдерді қолданамын.